Достар, жылқының етін қалай тұздаймыз? Бізге оқырмандар көп сұрақ қойып жатады, әсіресе жастар қазір білмейді екен. Осы рилсте көрсетіп жіберейік. Жасұлан бізде қазір жылқының еттерін тұздап жатыр. Жәке, қалай осқан дұрыс түсіндіріп айтып жіберсең? Жылқының етін көп қатты осуға керек емес. Екі жағынан да осындай 1-2 сантиметрден осылса жарайды. Тұз бұрыш қосамыз, таза. Тек қана тұз бұрыш қосасың, чеснок қоспайсың? Жоқ, чеснок қоспаймын. Не үшін? Чеснок ол әркімнің қалауына байланысты ол. Сұрап атсақ, қосып тұздап беруге болады. Осы жібересіз. Мына жағынан да осы жібересіздер. Болды. Ал енді көп сұрақ қояды оқырмандар. Тұздаған кезде тұзды қаншалықты, қанша мөлшерде қосқан дұрыс, соны көрсетіп жіберсең. Мысалы, жаяны қалай тұздаймыз қазір? Көбірек тұз аласыз да қолыңызға осып. Бір тегіс сеуіп шығасыз. Сосын жақтап, уқалап. Нақты бір көлемі жоқ, е? Жоқ. Нақты көлемі жоқ. Жылқының еті. Ойлайды ғой, бір көлемі болады шығар. Жылқының еті тұз жақсы көреді. Тұзды жақсы көреді, өзі сіңіріп алады дейсің ғой қажетін, е? Оған өстік. 1-2 сілкіп, сипай қойса болды. Түсінікті. Міне достар, видеоны сақтап, достарыңызға жіберіп қойыңыздар.